өзінің тілін қастерлемейтін халық, тарихын ұмытқан жұрт. Ердоған атамыздың жұбайына орысша сөйлеп тұрған осы мемлекеттік қызметкерлерді көрген кезде бүкіл қазақ халқы таң қалып, қаны қайнады. Неге? Себебі қазақтың тілі ол ең қастерлі біздің мұрамыз. Ол дегеніміз ол күлтегіннен келе жатқан біздің тарихымыз. Ол Абайдың даналығы, ол Ахметтің күресі, ол Міржақыптың оян қазақ деген үні. Сондықтан біз өзіміздің тілімізді қастерлемесек, біздің батырлар ант берген тілді, шешендер елдің болашағын осы тілмен жеткізіп, осы ақындарымыздың мұңын қазақтың жеткізген тілімізді қастерлемесек, онда біз өзіміздің кім екенімізді ұмытқанымыз. Түркілер алдында өзіміздің